Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге сұлы жармасынан жасалатын құймақтың рецебін ұсынғым келіп отыр. Егер сіз диетада болсаңыз немесе спортпен айналысып жүрсеңіз, онда таңғы асқа құймақты осы рецеппен жасап көрсеңіз болады. Блендердің ыдысына 1 жұмыртқа, 30 грамм сұлы жармасы, 20 грамм бөлме температурасындағы сары май, 130 грамм сүт, шым-шым тұз және дәміне қарай қант саламыз. Блендермен масса біркелкі болғанша еземіз. Түбі күймейтін табаны орташа отқа қойып, құймақты аз-аздан құйып отырып жұқа етіп пісіреміз. Асты қызара бастағанда аударамыз. Бұл берілген рецепт бір адамның порциясы. Егер бірнеше адамға жасайтын болсаңыз, онда рецепті 2-3 есеге көбейтсеңіз болады. Құймақты осы рецеппен жасап жүргеніме бірнеше жыл болды. Асқазанға өте жеңіл, дәмді және тез қорытылады. Жасалуы да көп уақыт алмайды. Таңғы асқа қаймақпен бірге жесеңіз де болады. Видео сізге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.